Әрбір үлкен саяхат кішкентай қадамнан басталады. Бірақ Әлиді бүгін жай ғана мектеп емес, нағыз ғажайыптар әлемі күтіп тұр еді. Аманат. Мынау қандай кітап? Бұрын көрмеппін ғой. Мынау не сиқыр? Не болып жатыр? Мәссаған, мынау болашақ қой. Сәлем, 2070 жылға қош келдің. Уа, рахмет. Мен сенің досың болғым келеді. Я, әрине. Менің жүйемді іске қосу үшін ең мейірімді қазақша сөзді айтшы. Ана, және, рахмет. Көрдің бе? Қазақ тілі керемет тіл. Ол әлемді нұрландырады. Ана тіліңді білсең, бүкіл әлем сені түсінеді. Тіпті болашақта да Абай атамыздың сөздері ұмытылмапты ғой. Техника бізге тек жылдамдық пен мүмкіндік берді. Ал бұл білім жүрегімізді сақтап, нағыз адал азамат болуды үйретеді. Әсемпаз болма әрнеге, өнерпаз болсаң арқалан. Сен де бір кірпіш дүниеге кетігін тапта, бар, қалан. Үш-ақ нәрсе адамның қасиеті: ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек. Есіңде сақта, балам, нағыз адал азамат болу үшін осы құндылықтарды есіңнен шығарма. Мен түсіндім. Болашақ тек технология емес. Болашақ ол Абай атамыздың жүрегіміздегі аманаты.